Assalamu alaikum урматтуу достор, каналыбыздын жазылуучулары жана коноктору. Бүгүн биз өзгөчө бир инсандын үйүндө коноктобуз. Алда болсо сиздердин суроо талаптар, сураныштарыңыздар боюнча асыл тукум малдарды өстүрүп жеткирген Кыргыз Ата айыл өкмөтүндөгү Мухаммед акенин үйүндөбүз. Бүгүн сиздерди өзгөчө асыл тукумдуу малдар менен тааныштырып өтөбүз. Кайсыл жактан келген, канча жашта, баасы канчадан сиздерге жакындан маалымат беребиз. Биз менен бирге болуңуздар. Assalamu alaikum Muhammed aka, жакшысызбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Айтсаңыз, сиз канча жылдан бери ушул асыл тукум малдарды өстүрүү менен алектенип келесиз? Мага 3 жыл болду. 3 жылдан бери ниет кылып жүргөн элем. Мына биздин Кыргызстанда Айрыкча түштүк жергесинде асыл тукум чарбачылыгы аз. Почти жок кайса да. Мен ошол нерсени колго алып, бир аз болсо дагы колумдун келишинче аздан болсо дагы эркин аракет кылганга баштадым. Мен өзүм киришип баштаганыма өзү 3 жыл болду, бирок негизи былтыртан баштап кызыгуум аябай неме болуп, баягы интернеттеги породаларга, немелерге кызыгып, анан кийин ушундай үйгө алып келип өнүктүрсөм деген, элдин дагы, малдын дагы ушундай асылдандырсам деген ойдо ушундай асыл тукум немелерди өнүктүрүп баштадым. Буга чейин тоок алып келгенмин. Тооктор дагы ушундай породалар эле, алар неме болду дагы, анан кийин малга өттүм да. Азыр мына сиздер көрүп аткан бул Абернамис, ясы жалаң эт багытындагы порода бул. Бул чисто американский, атасы дагы американский, энеси дагы. Бул таза кандуу, бул 6 ай дегенде зорго сүрүштүрүп отуруп, анан кийин алып келинген да. Бунун кличкасы Океан. Океан. 707. Энеси Керфекиона, атасы Мекер деген. Ошол быйылкы кунажындарга да урукка деп алып келген муну. Азыр 1 жаштан өтүп калды. Бул черный ангус. Бул бельгийский голубая деген. Бельгийский голубая. Бельгийский голубая деген тукумдагы. Мунун атасы бельгийская голубая, искисин асемниден болгон. Энеси Галштин сүт породасындагы. Бул экөөнү аралаштырганыбыз Галштин жалаң эт багытын, сүт багытында дагы. Жалаң сүт деле берет, чоңой берет, бирок этти бербейт. Биздин түштүк жергесинде биздин шартка байланыштуу бизге сүт дагы, эт дагы бере турган нема. Ошон үчүн эт сүт багытында кылыш үчүн мына бельгийский голубая менен Галштин немеси аралашканын алып келдим мынакей. Азыр бул да 1 жаштан өттү. Азыр уже урукка жарап калды. Урукка койсо болот. Булар сатылуучулар, а? Булар сатылуучулар. Баасын айтып койсоңуз? Баасы эми келишим баада, кардарга карайбыз, кандай малга коет. Анан ошол келишсек болот бунун дагы. Мына сандары уже неме болуп баштаган бул. Бодибилдер да булар. Бодибилдер. Ургачысы сүттү дагы берет, эркеги мындай эт багытында болот. Анан сети дагы каралы. Базарга өтүндө. Мына башталды. Бул кызыл алаң, Галштин породасында бул жалаң сүттү берчү. Уйдун баласы. Бул швед породасы бул. Швед породасы. Швед породасы. Бул сүт эт багытындагы. Азыр айырмасы породасы билинип эле турат, мына кулактары чоң баткен. Чоң эмес.
Бардығы жайлауда жүріп біздің шаққа көніп қалғандар бұлар. Бардығы көнген. Бұл болса германский сементалдар. Германский сементал. Германский сементалдар. Бұлар кесе сементалдар. Бұлар ет сүт бағытындағы. Бұлар негізгі немесі ет, анан кейін сүт. Сүтті дағы береді, етті дағы береді. Біздің жайыттарға кеңірі жүреткен. Анан емчектері чоң болаткен. Бұлар сүтті дағы майлы келеткен. Торпақтары тез жетіледі. Бұл дағы Германский сементал. Германский сементал бұл дағы. Бұл дағы шол ет сүт бағытындағы сементал. Бұлардағы сатылады бұлар. Сатықтағылар бұлар. Бұл дағы дикий сементал бұл. Дикий сементал, жапай, Жапай бұл. Азыр ем қолға үйрен атат бұл че. Бұлардағы ошо сатылады. Аты Ангелина екен. Аты Ангелина. Бұлардағы бұл жаңағы сүт бағытындағы российскийлер бұлар. Российский. Россиядан келтірілген, Мынау өзінде қашек қою, бірден тұрат айырмасы. Мынау германский сементал бұл дағы. Германский сементал. 1,5 жашта дедіңіз бе? Ол 1 жаштан өтіп қалды. 1 жаштан өткендер, Ол қарала галыштың пародасындағы жаңағы бағытындағы. Ол ет бермейді, жаңағы сүт береді. Сүт береді, Бұл да германский сементал бұлар. Ет сүт бағытындағы. Бұлар дағы чатыш, жалаң миясыны емес, ет бағытында емес, сүтті дағы береді. Бұл сементал менен Герефордтың екеуінің ортасынан шыққандар бұлар. Бұлар етті дағы береді, сүтті дағы береді. Бұлар желіндер, емшіктері чоң-чоң. Торпақтары тез жетті, сүті аяға майлы бұлар. Бұл дағы мінекен. Сементал менен Герефордтың ортасынан шыққан бұлар. Сементал мен Герефордтың. Бұлар жайлауда жүріп келді, біздің шақта көнеді. Қадимгідей тоғда жүріп келді, бір жашына. Даже Адырғадағы жүріп келді. Бұл болса, бельгийская голубая деген ушел. Бұл енесі швейц, атасы бельгийская голубая. Бұл атасының сетін алып, мынандай көк болған. Енесі гүрім, бұл швейц. Бұл сементал, элитный сементалдар бұлар. Жашы 2-ге шықты, 2-ден азмаз өтті. Со, 2-ге шықты да? 2 ай, шында болса керек. Так. Ал ойнау топ. Урукка жарайды, аягай соны. Бұл ет сүт бағытындағы сементалдар. Қайсы жақтан келген бұлар? Бұл Россиядан келген бұлар. Россияның кілем заводынан келген бұлар. Амин сен жақынырақ бардың ғой, бойындағы. Айлансын. Hoş. Bizim çalaymış o da. Var özüne git, ayağı çok şöyle. Tek.